жігіттер, ғапылдықтың антонимі бұл яқаза. Яқаза деген ояу болу. Негізі ғапылдық бұл рухани дерт. Бағана біз айттық қой. Бұл ана физиологиялық ұйқы емес. Бауырым тұрсаш, будильникқа оянбай жатсың ғой деген ұйқы емес бұл. Бұл андай ұйқы. Рухани ұйқы. Жанның ұйқысы, жүректің ұйқысы. Күнәдан болған жүректің ауыртпалығынан пайда болатын бір ұйқы ғой бұл. Бәрін ұмытып кетіп өмір сүре беру. Екінші деңгей бұл оның жүрегіндегі ғапылдықтан болған пердесі орташа деңгейде қалыңдап кеткен. Ол адамның енді құлағы, ана кісінің құлағы сияқты, бағанағы бірінші топтағы сияқты насихатты қабылдайтын құлақ емес. Жұмыс жасамайтын құлақ. Оның көзі қараған нәрсені көріп, көкірек көзімен қарай алып, оның парқына жете алмайтын көзге айналып қалған. Күнәсі көбейіп кеткен. Одан кейін оның жүрегі бір имандылықты, бір жақсылықты алып қабылдай қоятын жүрек емес. Былайша айтқанда ғапыл жүрек. Ондай адамдарға, дейді ғалымдар, уағыз насихат енді пайда бермейді. Құдайдан қорық, айтпасаш өсек деп, ондай бір харам ғой деп айтсаң, өтпейді екен ондай адамдарға. Оларға уағыз өтпейді. Енді оларға уағыз айтып не болмай-ақ қой? Әуре болмай-ақ қой дейді. Оларға енді не шипа, не ем бар десеңіз, ғалымдар айтады, ондай адамдарды ғапылдықтан ояту үшін олардың саналарын, олардың жүректерін бір дүр сілкіндір жіберетін Алла тағаланың тағдырынан, Алланың өзінен бір үлкен шапалақ келеді дейді. Бұл шапалақ бәле, сынақ, ауру, дерт, көлік апаттары, құмар ойындарға салынып кету деген сияқты бір үлкен қарыздарға батып кету деген сияқты үлкен сынақ келеді. Баласы ауырып қалуы мүмкін, өзі паралич болып жатып қалуы мүмкін. Сол кезде бұл есін жинайды, ана сынаққа душар болған кезде есін жинайды, ана ғапылдығынан оянып, яқаза дедік қой бағана, ғапылдықтың антонимі ояу болу. Ояна дегенде Алла тағалаға қайтып, өзінің жаңа ғибадаттарын реттеп, Алла тағаланың ақиретіне дайындалып, мәңгілік Алланың алдында тұратын есеп күніне дайындалып бастайды екен да ол кісі. Әйтпесе оған дейін не істеп кеткен? Мына дүние тіршілігімен аласапыранмен жүріп, ұмытып кеткен да. Енді бұл кісі ана өз-өзін түбегейлі жоғалтып қойып, бұл кісіге анау крест деп қойды ғой. Бұл кісіге бір болды бұл. Болмайтын адам деп айтатын адам емес бұл. Бұда әлі мүмкіншілік бар екен. Бірақ Алла тағала бізді бірінші топтардан болды нәсіп етсін. Негізі бірінші топтан болғанымыз жақсы. Екінші топтан болсаң да, әлі де не бар екен? Ғапылдықтан оянуға мүмкіншілік бар екен. Әлі андай бір болды, бұл адам өледі, осымен кетеді дейтін адам емес екен. Алла тағала бұның өмірінің соңына дейін әлі де мүмкіншілік береді екен. Бірақ оңай жол болмайды бүгінгі.